Сәлеметсіздер ме, балалар? Жақсы отырайық. Қазір бізде қай сабақ? Жаратылыстану сабағы екен. Ондай болса сабағымызды бастамас бұрын, балалар, біз өзімізге жақсы көңіл күй тудырып алайық, ал бірімізге жақсы тілек білдірейік. Ал орнымыздан тұрайық. Бүгінгі сабаққа сәттілік тілеймін. Балалар, жаратылыстанда қандай бөлімде өтіп жатырмыз? Өсімдіктер бөлімінде өтіп жатырмыз. Ондай болса, біз өткен сабақтарды бекіту үшін бүгін біз ауа райы бойынша сабақ өтеміз. Ауа райы кейде қандай болады? Бүгін қандай болып тұр? Ал кейде ауа райы болса, жаңбырлы болады екен. Ондай болса бізде жаңбырлы күні не болады? Жаңбыр тамшылары болады. Онда өткен сабағымызды жаңбыр тамшыларының тапсырмаларымен өткен сабақты қорытайық, не білдік екен. Ал енді келейік. Кім келеді? Айназ кел. Гүлдің құрылысын ата. Гүлдің құрылысына күлше жапырақша, тостағанша жапырақша, жатып тозаң қап жатады. Жарайсыздар. Бүгін мен сендерді бағалағанда осы ауа райына байланысты жарқыраған күнмен бағалағым деп отыр, иә? Осы бойынша бүгін бағалауымыз осы бойынша жүр. Айназға жарайсың, керемет. Иә, бір күн шуағымен. Келесі. Қай ауылың келе ғой? Судан, иә? Тозаңдану дегеніміз не? Тозаңдану дегеніміз жатынға тозаңның түсуін тозаңдану деп атаймыз. Жақсы, жарайсың аяуыл. Келесі Дария. Жылдам, иә, балалар. Балдырдың денесі қалай аталады? Балдырдың денесі қатпаршақ деп аталады. Дұрыс па балалар? Иә. Жарайсың. Келе ғой Айзере. Әрбір дұрыс жауапқа бір күн шуағы беріледі екен балалар. Өсімдік тұқымы қалай таралады? Өсімдік тұқымы жер арқылы, жануар арқылы, су арқылы таралады. Тағы? Өздігінен жарайсың, иә? Келесі. Келе ғой Айзере. Төменгі сатылы өсімдіктер мен төменгі сатылы өсімдіктердің айырмашылығы қандай? Жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің өсімдікке сай мүшесі болады, ал төменгі сатылы өсімдіктердің мүшесі болмайды. Болмайды екен, иә? Дұрыс па балалар? Иә. Жарайсың. Келе ғой несібелі. Өсімдіктер қандай топтарға бөлінеді? Өсімдіктер Қандай топтарға бөлінеді екен? жоғарғы сатыдағы төменгі сатыдағы. Яғни қанша топқа бөлінеді? Жарайсың, екі топқа. Келе ғой Бекжан. Балдырдың маңызы қандай? Балдырдың маңызы балдырда мүшелер болмайды. Балдырдың мүшелері болмайды. Және балдыр Қай жерде қолданылады екен балалар? Балдырлар түрлі ауылдарда, ауыл шаруашылықтарында, медицинада қолданылады. Және балдырда қағаз өндіруге болады. Қағазда өндіріледі екен, иә?
Жарайсыңдар. Ал енді терең қойып көреміз. Өсімдіктердің мүшелері ата. Өсімдіктің мүшелері ата. Өсімдіктің мүшелері тамыр, сабақ, жапырақ, гүл, жеміс. Жарайсың, Тамаша балалар. Бүгін сендер өткен тақырыпта жақсы мергенсіз жүріп қайттыңдар, көрсеттіңдер, Ал балалар, ондай болса біз қазір назар аударамыз тақтаға. Видео береді, соны мұқият көрейік. Не туралы екен? Ойланайық. Өсімдіктерді қалай сақтап қалуға болады? Табиғат пен оның байлығы әр адам үшін өмірінің негізі болып табылады. Сондықтан барлық адам оны аялай білуі керек. Қазақстанда экологиялық кодекс бар. Онда біздің еліміздің барлық азаматына табиғатты және оның байлығын көзінің қарашығындай сақтауға көмектесетін негізгі ережелер жазылған. Өсімдіктер мен жануарларды сақтап қалуға көмектесетін тәртіп сақтау ережелері. Бірінші, орман мен далада от жағуға болмайды. От көптеген өсімдіктер мен жануарларды жоятын алапат өрт туғызуы мүмкін. Екінші, табиғаттағы гүлдерден гүл шоғын жасауға болмайды. Үшінші, дәрілік шөптерді көп өсетін жерлерден ғана жинауға болады. Мұндай өсімдіктердің біразын міндетті түрде қалдыру керек. Төртінші, ағаштардың бұталар мен шөптесін өсімдіктердің бұтақтарын сындырып, жапырақтарын, гүлдерін жұлуға болмайды. Бесінші, орманда, шалғында тек қана соқпақпен жүру керек. Бұл өсімдіктерді таптаудан сақтайды. Жарайсыңдар, видеоны көріп болыңыз, балалар. Видеода не туралы айтылған екен? Өсімдіктерді қалай қорғау керек екен? Балалар, сендер енді ойланыңдаршы, өсімдіксіз жер бетін елестету мүмкін бе? Жоқ. Неге екен? Өйткені өсімдіктер өз бойына күннен не алады? Энергия алады екен. Оны өз мүшелеріне сіңіреді, ал оны біз адамдар және жануарлар қоректік зат ретінде пайдаланады екенбіз. Және де өсімдіксіз біз адамда, жануарларда қайтпейміз, тыныс ала алмаймыз. Өйткені біз тыныс алу үшін бізге оттегі керек. Ал оттегіні не бөледі екен? Өсімдіктер бөледі екен, балалар. Ал бүгінгі сонда сабағымыз не екен? Өсімдіктерді қорғаймыз. Сонда біздің сабағымыздың бүгінгі мақсаты не істейміз? Өсімдікті не үшін қорғау керек екенін түсінесіңдер, балалар. Өсімдіктің тіршілік үшін маңызын жүйелейміз, өсімдікті қорғау жолдарын ұсынады екенбіз. Ондай болса енді жаңбырлық тамшылардың тапсырмаларын орындадық, балалар. Осы жаңбырлы күнде біз не ұстаймыз қолымызға жаңбырдан қорғану үшін? Ондай болса, балалар, сендерге қазір қол шатыр тапсырмасын ұсынғым келіп отыр. Қазір мына жерде үш топтан топ басшылары келіп, мына жерде қол шатырдың тапсырмалары бар. Оның ішіне аламыз өзіміз келіп. Тапсырмаларын қазір бала тоқтаңдар. Енді не тапсырма екен берілгендер оқиды. Қандай тапсырма берілген? Топ басшылар келеміз бері қарай. Оқимыз.
деген тапсырма бар екен. Мұқият қараймыз балалар. Бұнда не істеу керек екен? Оның ішінде біз артығын таста, алып таста ойын арқылы жұмыс жасағалы жатырмыз. Сол жерде өсімдікті қорғау үшін қандай шара қолданылады? Соны өзіміз біліп аламыз да, оған жатпайтын шаралар бар. Оның артығын алып тастайды екенбіз, иә? Тұрады. Екінші сендердікін оқимыз. Өсімдік бізге не үшін қажет? Ал енді бұл топтың оқушылары қандай жұмыс жасайды? Өсімдік біздің не үшін қажет екен? Одан біз не алады екенбіз? Қандай өндірістерге керек екен? Соның тізбегін құрады, ішіндегі артығын қайтып тастайды, алып тастайды. Ал енді келесі топта не екен? Өсімдік әлемге зиян келтіреді. Үшінші топтың оқушылары өсімдік әлеміне зиян келтіретін жағдайларды көрсетеді, ал артығын алып тастайды. Бұл жерде балалар енді бағалау қалай жүреді? Тыңдап алайық, бағалау. Бағалау әркім өзіне сол жерден дұрыс жауапты таңдайды. Соған 1 балл беріледі. Ал дұрыс жауап таба алмағандарға, яғни балл алмаймыз. Әркім өз атымызды жазып қайтеміз. Посттермен жұмыс жасаймыз. Ойланамыз, 3-мен береміз. Өзінің тапқандығын жағына жасыңдар ақтары қалапсатпен. Жазалым. Затем жарты соттен қорғайды. Өсімдік не үшін қажет екен? Соны тізбеліп жасаймыз бізге. Сендер өсімдік әлеміне қандай жағдайлар жасау керек? Не үшін ол жауапты таңдады? Я, балалар? Не үшін ол жауапты таңдады? Соған жауап берейік. Енді ойлап отырыңдар, ол сол үшін не таңдады? Неге таңдадың ол жауапты? Мүмкін басқа жауаптар шығар. Иә? Дұрыс жауап болған жағдайда ғана сендерге 1 балл беріледі. Мұнда келіп жұмыс жасаймыз бірге. Сендерде жарайсыздар, бірінші бітті, бірақ та бітті, 1 минутымыз бар. Одан кейін болды. Жарайсыздар. Не үшін сол жауапты таңдадық, соған жауап береміз, е? Мен мына жауапты таңдадым, өйткені жауабы мынандай деп. Түсінікті ғой балалар?
Бозық па болды. Ал енді қалғанымыз отырамыз. Бірінші топ шығып қорғайды. Соны дұрыс па, дұрыс емес па? Демек сол бір-бірімізді бағалаймыз. Келе айнасын. Қалғанымыз отырамыз. Қарғаймыз, бағалаймыз. Қараймыз. Қорғау шаралары. Өсімдік әлемін қорғау шаралары дейді. Нелер екен енді? Қызыл кітапқа енгізу. Оны кім жазды? Не үшін? Жойылып бара жатқан өсімдіктерді қызыл кітапқа енгізу қажет. Жарайсың. Екінші. Не екен? Яғни сөйтіп артық табиғатты қорғай аламыз ба? Иә, жарайсың. Келесісі кімдікі екен? Не? Иә? 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 Жақсы. Одан кейін. Ол не? Кімдерге шара қолданады? Иә, адамдарға, иә, яғни табиғат заңдылығы болған адамдарды қайтып жазаға тарту шаралар қолданады екен, одан кейін екен. Иә, саябақтар, яғни спорттарды қайтып еткен арқылы қорғау екен, содан кейін. Балалар тыңдаймыз. Сол жануарларды қорғайды. Өсімдіктерді, иә, өсімдік жануарларды қорғайды екен. Жарайсыңдар. Енді артық, бұл жерде артық сөздер қайсысы бар екен? Орман өрті. Иә, қорғай алмайсың, иә? Екінші қайсысы екен? Зиян бестерді жою. Иә. Қорғай алмаймыз, иә? Тамақ өнеркәсібі. Иә? Иә. Иә. Жарайсыңдар, бәріңе бір-бір балдан алыңдар. Жарайсыңдар. Жені дұрыс жауап берді, және жазылды. Жарайсыңдар, ал кел екінші айфеден соғы келеді. Дауысын қатты шығарған еді. Өсімдік бізге не үшін қажет? Не үшін қажет еді? Тамақ өнеркәсібі. Кім тамақ өнеркәсібі деп кім айтты? Не үшін тамақ өнеркәсібінде не үшін пайдасы? Себебі түрлі өсімдіктерден түрлі тағамдар. Жарайсың. Екіншісі кім жазды? Иә? Дәрі-дәрмек өнеркәсібі. Иә, оң қарап сөйлейміз. Дәрі-дәрмек өнеркәсібі. Өйткені кейбір өсімдіктерден дәрі-дәрмек жасауға болады. Жақсы. Келесісін кім жазды екен? Иә? Ауыл шаруашылығы. Біз ауыл шаруашылығына өсімдіктер керек. Ауылдағы адамдар кейін ашқан. Ауыл шаруашылығында қандай дәнді дақылдарды білесің? Өсімдіктерді. Иә? Иә? Алма. Дәнді дақылды. Сулы, арпа, иә? Ауыл шаруашылығында. Одан кейінгіні кім жазды? Не деп жатыр? Медицина өнеркәсібінде, иә? Медицина өнеркәсібінде қайтеді екен? Бізге пайдаланамыз ба өсімдік, пайдаланбаймыз ба екен? Иә? 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 Пайдаланамыз. Содан кейін кім жазды? Құрылыс. Иә? Құрылыс өнеркәсібі. Құрылыстарға ағаштан үй саламыз. Иә? Және де олардан түрлі заттар. Жарайсың, иә? Керемет балалар. Ал енді артық заттар қайсы екен, ол артық сөздер қайсы екен? Сырымдікі бар ма? Сағынсын не екен? Ал жарайымыз, аға. Не ол? Мақа. Иә? Иә? Ауыл шаруашылығы. Жоқ, ол сен олар айтып медицинада, жеңіл өнеркәсіп дегенде неге пайдаланамыз өсімдіктерді? Мысалы, киім. Оған түстерін бояу үшін не қоямыз? Өсімдік. Иә, өсімдіктен түрлі бояулар, иә? Жарайсыңдар. Бәріне. Жазған
Енді артық сөздерді дауыстық шығарып айтып жүрші, қай-қайсысы айтшы екен аяғым. Артық сөз қайсысы? Артық сөз табиғатты қорғау туралы заң қабылдау. Иә, сенген. Қорық пен қорықшылар ұйымдастыру. Иә. Ұлттық саябақтар ұйымдастыру. Ол сендердің жауаптарына қайтпейді екен. Жатыспайды. Яғни жарайсыңдар, керемет. Ал енді үшінші топ береміз. Оқы Бекжан. Өсімдік әлемге зиян келтіретіндер. Енді қараймыз, балалар, бұлардың тапсырмалары өсімдік әлеміне не зиян келтіреді екен, соны айтады екен, иә? Неге зиян келтіреді бірінші? Орман өрті, бұршақ соғу, су тасқыны. Неге? Олар адамның қолынан болатын іс-әрекет пе, жоқ табиғат құбылыстар ма олар? Адам қолынан. Несі? Су тасқыны дегенде? Су тасқыны ол табиғаттан болады. Иә. Орман несі ол жасанды. Өйткені адамдар ормандағы саяхаттап жүргенде өрт шығару екен, су тасқыны ол қандай зиян? Табиғат құбылысының зияны. Жарайсың айтып. Бекжан екен екіншісі. зиянкестердің көбеюі. Өсімдіктер әлеміне зиянкестер көбейсе өсімдіктер әлемді айтып кетеді. Иә, жойылып кетуі мүмкін. Жарайсың. Одан кейінгі кімдікі сағын. Нені жаздым? Өндірістік қалдықтар. Олар не өндірістік қалдықтар деген? Иә? Иә, компаниялардың түрлі өндіріс өндіреді, оның қалдықтарын қайтып, иә, тастау, иә? Сол арқылы өсімдік қайтпейді одан. Өсек алмайды екен, иә? Даусын шығарып сөйлейміз, жарайсың. Шамдықтау арқылы шамдықтау атқан кезде қоршаған ортаға көп зиянын келтіреді. Ол қандай адам қолынан болады бір табиғат құбылыстарына келетін сияқты? Иә, табиғат сияқты, жарайсың. Соңғысы не екен есімелі? Орман ағаштардың бостан болмайды, иә? Яғни ол қандай адам іс-әрекеті ма жоқ? Табиғаттан болатын адамның іс-әрекеті, иә? Осы арқылы біздің өсімдігімізге не келеді екен? Зиян келеді екен. Жақсы, артық сөздер қайсы екен бұл жерде? Иә, сендерге жатпайды екен ол артық. саябақтар ұйымдастыру. Иә. Пайдалы қазба өндіру, ауыл шаруашылығы. Ауыл шаруашылығы екен, иә? Жарайсыңдар. Сендерді бағалап жүрейік. Топ мүшелерінің бәрі керемет балалар. Бір-бірімізді жақсы, белсенді, яғни сабақты толық түсініп отыр екенбіз, иә балалар? Жарайсыңдар. Біз енді балалар қол шатырдың сұрағына жауап бердік. Ондай болса бәріңе 3 шапалақ арқылы сендер мақтақтап қояйық. Бәрін 3 топ бір-біріміз, иә? Жарайсыңдар, бәріміз өте жақсы жауап берді. Енді балалар біз қазір одан кейін осы жаңбыр жауды, қол шатыр ұстады, күн ашылды. Ол кез не шығу мүмкін бізде? Кемпір қосақтың неше түсі болады? 7 түсі болады. Балалар соған байланысты сендерге кемпір қосақтың тапсырмасы бар екен, қалыптасушы бағалау. Соны қаламсаппен орындап жібереміз қазір. Алдымен баста дегенде бірдей бастаймыз. Иә? Жеткенін беремін уақытша. Қаламсамыз дайындап отырамыз. Міне тақтада тұр қалыптасушы бағалау тапсырмалар. Бәрін тақтаға қарап алайық. Мен түсіндіріп жіберейін. Екі тапсырмадан тұрады екен, иә? Қалыптасушы бағалау тапсырмасы 2 тапсырмадан тұрады. Қараймыз бірінші, міне балалар не қараймыз. Бірінші тапсырма суреттерге мұқият қара өсімдіктің түсін
жұмыс қандай жолдармен қаралады. 4 сурет тұр, сол қалай қаралады, соны жазамыз. Екінші тапсырмада өсімдіктердің топтары арасында сәйкестік табылса. Яғни тұрған өсімдіктер жоғары сатылы өсімдікке жата ма, жоқ төменгі сатылы өсімдікке жата ма, соны қайтеміз сәйкестікті. Бастаймыз. Қалыстармен жаза береміз. Болғандарын айтамын. Содан кейін мен қазір тақтадан дұрыс жауабын қайтемін. Көрсетемін, сол бойынша бір-біріміздің көршілер бір-біріміздікін бағалап жереміз. Кімдікі дұрыс, кімдікі. Тапсырмаларымызды алмастырамыз, бағалаймыз. Сәйкестендіреміз. Әркім өзіміз. Ал енді болды балдар, қаламсамызды қоямыз. Бір-бірімізбен тапсырмаларымызды алмастырамыз. Енді дұрыс жауабын тақтаға сығады қараймыз. Соны қаламсаппен балын қойып жіберейік, артын айналдырамыз. Балдар ма? Сол бойынша. Бірінші дұрыс жауап көрсетті. Яғни барлық ойын не етілмек керек? Қанша бал жинауымыз керек екен? 7. Ал енді бір-біріміз тексеріп. Біріншінің жауабы сумен, су арқылы, жел арқылы, жануарлар арқылы, өздігінен. Қайын жоғары саты, бәшешек жоғары саты, балдар төмен саты. Бал жазып қояйық. Астына барлығы деген жерге қанша бал жинады?
келіңдер де қайтадан өз иесіне тапсырмаларын қайтып беріңдер. Мен сол бойынша сол бағаларды қараймын да қалыптасып. Тексеріп болдық қой, кім қанша жинаған жалпы балын жазайық. Кейін әркім өз тапсырмасын өзіне береміз. Ауыстырамыз. Қайсы? Сен қанша болды? Қанша болды? Қанша болды? Бәрі дұрыс жерде? Әркімнің өз сенімде, әркімнің қараймыз да, мына дұрыстығына қарай, әркімнің балын береміз. Дәрәжеде қалыптасушы бағалауды маған бере салады. Топ басшы жиямызда маған бере салады. Жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар, біз енді күнделікті өмірде адамдар қайтеміз өсімдіктерге қамқорлық жасаймыз. Яғни не істейміз ол? Бақтарды, бақшаларды күтеміз, олардың тым айтқыштар сеуіп топырағын күтеміз, және де оларды зиянкестерден қорғап, зиянкестерге қарсы түрлі дәрі-дәрмектер себеміз, Ал біз кейде осы серуенге, саяхатқа шыққанда, осы табиғатты қорғаудың қарапайым ережелерін біз кейде сақтай білмейміз. Кейде сақтай білмейміз. Оны әр адам қайту керек екен, сақтай білу керек екен. Ал енді сендерге келесі тапсырма бізде күншуақ стратегиясы бойынша сендер өздері не қоямыз? Өздерің табиғатты қорғау үшін қандай үлес қосасың? Сен не істейсің? Соны өз ойымызбен жеткіземіз. Тізбесін жасап қағазға жазсаңдар да болады, ойларыңды жүйелеп айтсаңдар да болады. Ал ойланамыз, жазатындарымызды жазамыз. Нұсқаулық жасасаңдар да болады. Нұсқаулық жасасаңдар да болады. Ойланамыз. Нұсқаулық жазыңдар. Нұсқаулық жазамыз. Мынаны істеу керек. Мынандай нәрселер жасау керек. Күншуақтың несі екен? Сіздерге берген тапсырмасы күншуақтың стратегиясы. Берген тапсырмасы. Күн шығып тұр, осы арқылы сабағымызды бекітеді екенбіз.
Қандай нұсқаулық жасайсың адамдарға? Табиғат қоршаған орта біздің неміз? Үйіміз, иә? Ал аяулым айта берсін. Тыңдайық. Аяулым қандай бізге нұсқаулық көрсетеді екен? Қоршаған ортаны ластамай, қоршаған ортаны тазартамыз. Ағаштардың бұтақтарын сындырмай, оларға күтім жасаймыз. Гүлдердің жумай, оларды зиянды жәндіктерден қорғаймын. Адамдарға айтарым нұсқам, табиғат аясында демалысқа шыққаннан кейін отты сөндіріп, олардың заттарды алғаннан кейін оның сыртын қоқыс жәшігіне тастауды ұсынамын. Жарайсың. Тағы кім қандай ұсыныс жасайды? Я Айзере? Мен адамдарға кеңесін, орманға барғанда бұтақтар кеспеу, от жақпау. От жағады, от жаққаннан кейін қайту керек олды? Сөндіріп кету, иә? Қоқыстарды жинап кету керек. Иә. Күнде жуамыз ба? Күнде жууға болмайды. Иә. Оларды сақтап қалу керек. Өсімдіктер жануарларды қайтып демдейсің сен? Қорғайсың ба? Қорғайды, жарайсың. Бекжан. Өсімдіктерді қалай қорғайды? Орманға барған кезде бұтақтарды сындырмау қажет. Және орманда өрт жаққаннан кейін оны өшіріп кету қажет. Және емдігі бар шөптерді өсетін жерден жұлып алуымыз қажет. Өйткені оларды сақтап қалуымыз қажет. Жарайсың. Айзере? Қоқыс тастамау керек. Бұтақтарды сындырмау керек. Және табиғатты аялауымыз керек. Емдік шөптерді біразын жұлып алып, біразын қалдырып қоюымыз керек. Себебі олар жойылып кетуі мүмкін. Жарайсың. Сондай ал Гүлсезім? Табиғатты ластамау, бұтақтарды сындырмау, табиғатты көгалдарды, гүлдер отырғызып неше түрлі, саяхатқа шыққанда от жаққаннан кейін отты сөндіріп кету керек. Өзен көлдерге қоқыс тастауға болмайды. Оларды керісінше қоқыс жәшігіне тастау керек. Жарайсың. Тағы күні қандай өзінің ұстанатын қалай? Ұсынысың бар. Қандай үлес қосасың? Несібел айтсын? Қорғау, иә? Енген өсімдіктерді қорғауға шақырасың, иә? Ормандағы ма? Ормандағы гүлдерді ма жоқ? Барлық гүлдерді ма? Орманда от жаққанда оны сөндіріп кету керек. Орманда ағаш бұтағын сындырмау керек. Жарайсыңдар балалар, иә? Бәріміздің ойымыз бір екен балалар, иә? Бәріміз енді ортақ пікірге ұсыныс жасаймыз ортаға. Қайтпеу? Гүлдерді жумау, ағаш бұталарын сындырмау, орманда өрт, яғни от шыққан кезде оны өшіріп кету, иә? Қоқыс қалдықтарын қоқыс жәшігіне тастау, және де не? Бізді қоршаған өсімдіктерді жәндіктерге қамқорлық жасау. Біз өстіп үндеу тастаймыз барлық оқушыларға және де осы ауыл тұрғындарына, балалар. Ондай болса балалар, бүгінгі сабағымызда қазір сендерді бағалайын. Кім қанша күн шуағын алды, сол бойынша қазір бағалап жіберейік. Қанша болдың сен? 9. 9.
дайындалмағандар? Қайда тұрасыз? Жарайсыңдар, яғни 9-10 күнші уақыт шығандар, жарайсыңдар, я? Ал 7-8 жинағанда тұрамыз. Жақсы, я балалар, жақсы қатысқандар. Ал енді 6-7 жинағандар. Ал біз келген сабақта қайтеміз? Тағында жақсы қатысамыз. Жарайсыңдар. Онда бүгінгі сабағымызды біз кері байланысымыз ауа райы. Ауа райы, я? Ауа райы кері байланысымызды алдымызда балалар бізде стикер бар ғой, я? Міне күн шуағын шашып тұрған жерге мен үшін бүгінгі сабақта бәрі түсінікті болды деген оқушылар. Яғни мен үшін аздап қиындау болды деген балалар, яғни кішкене қиынырақ жартылай күннің беті. Ал мен үшін түсініксіз болды деген бұлтты жаңбырға стикерімізді ілеміз. Андай стикерді аламыз. Содан бөліп аламыз. Бәріне жеке ма? Ақтарыңды жазамыз да. Ал мұндай болса балалар, бәріміз үйге тапсырма, өзіміз постер арқылы табиғатты қорғауға нұсқаулық жасаймыз. Постер қағазға, я? Онда біз орнымыздан тұрайық. Үй тапсырма түсінікті ғой? Иә. Бүгін сендерге үлкен рахмет, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Сау